Абайды оқы, таңырқа байқауына қатысушы Жуалы ауданы номер 27 Дихан орта мектебінің 5 сынып оқушысы Артықбай Айдын. Шымырлап бойға жайылған қиуадан шауып қисынын тауып тағыныш етіп қайырған толғауы 90 қызыл гүл сөйлеймін десең өзіңді толғауы 90 қызыл гүл сөйлеймін десең өзіңді. Бұл менің атамнан қалған көзіме ыстық, көңіліме жақын кітап. Мынау менің атамның қолы. Абай Құнанбаев шығармаларының жинағы. Алматы, 1961 жыл. Жүрегінің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адамын, оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өсім. Мыңмен жалғыз алысым, кінә қойма. Осы бір ауыз өлеңде бүкіл Абай өмірінің терең сыры жатыр. Абай ескіліктің әділетсіз қылықтарына қарсы шықты, адалдыққа бойсұнды. Абайдың бұл мінезі әкесі Құнанбайдың көкірегіне қона қоймады. Бұл ата салтынан адасып жүр сің деп баласына бірнеше рет ескертті. Ең әуелі сен жұрттың бәріне күле сөйлейсің, көпшілсің. Көпшілік жайдақ су сияқты. Кім көрінген итте құсты жалайды, кім көрінген жалап өтеді. Кісіге қадірің болмайды, ел алатын қылық бұл емес, дейді Құнанбай. Оған Абай қолында құралы бар бірен-саранға тиетін шыңырау болғаны көрі, қойшы, қылаңшы, жалшы, Жақыбайдың бәрісі бірдей сусынын қандыратын жайдақ су артық деп білемін, дейді. Абай жалғыз өзі бір тұтас әлем жасады. Өзі шығармашылықпен айналысқан небәрі 20 жылдың ішінде қазақтың тілінде көркемдік эстетикалық танымын да күрт өзгертіп, бұрын соңды түрік жұрты жетпеген биікке көтерді. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, номер 27 Дихан орта мектебінің 5 сынып оқушысы Артықбай Айдын. Көңіл қызы құйғылжыр шартарапқа. Абай Құнанбайұлы. Көңіл қызы құйғылжыр шартарапқа. Адам ойы түрленіп алған шақта, салғанан көлеңкесі сол көңілдің тактысына билесін құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап дамыл жейді. Жүректер бек оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда. Ойсыз құлақ алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Күйі зауық күйімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жасуатар. Адам аз, оны біліп ән саларлық, тыңдаушы да аз, ол әннен бақыра аларлық. Мұңмен шыққан оралған татугеге жыл жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басы келеді ащы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап дауыстар қаңғыр күңгір, сол жеріне оймен араласшы. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар.
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Білімдіден аяман сөздің майын, ал өлеңмен білдірдім әннің жайын. Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. Көкірегінде оты бар ойладымға, бұл сөздің суреті тұрардай. Өмірдің алды ыстық, арты суық, алды ойын артша мұңға жуық. Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен өмір сәуле көрсетер судай тынық. Жаманға жар деген ақ ән көрінер, жақсы ән білсе айтуға кім берінер. Жарамды ән тыңдасаң жаның еріп, жабырқаған көңілің көтерілер. Киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бірі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламас. Егер де бір ойласа, қайта адам болмақ қиын іс. Алайдың балам сөйлеңді тартып қойшы домбырадан. Кел. Бұл домбыра тоғызбене тағылған, естен жан үнін аңса тағынған. Тарта білсең дұрыс қойып тиегін, кеңітеді көңілдің көк жиегін. Деп ақын жылағанда ендігі мақсатым Абай атамның әндерін үйрену, күйлерін тарту. Анашым, мен Абай Құнанбаевтың ертесінде жарығы әнін үйреніп жүрмін. Ал маған домбырадан тап көрсетші кәне. Енді басталды. Дәл қазір қазақтың жері де, қазақтың елі де Абай болып тебіреніп тұр. Абай атамыздың қазақтың толқын болып келіп жатқан ұрпағын мәңгі қақпасынан күтіп алып, даналығын, махаббатын, елжіреген мейірін, жарқыраған қуанышын, тіпті сұлу мұңын солардың санасына сіңіріп тұра береді. Жер бетінде қазақ деген жұрт барда Абай жоғалмайды. Жер мәңгі, ел мәңгі, Абай мәңгі.